Қайырлы күн достар, бүгін сүзбе қосылған жұмсақ дәмді сочниктер пісіреміз. Менің YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ыдысқа бөлме температурасында ерген сары майды саламыз, үстіне қант қосып екеуін біріктіреміз. Жақсылап біріккен соң, бір жұмыртқа, 2 ас қасық қаймақ және шым-шым тұз қосып, барлығын араластырамыз. Бөлек ыдыста ұн мен қамыр қопсытқышты біріктіреміз. Жақсылап біріккен соң, массамызға салып, жұмсақ, қолға жабыспайтындай қамырды илейміз. Қамырымыз жұмсақ болу қажет, бірақ қолға жабыспайтындай болу керек. Қамырымыз дайын болған соң, целлофан пакетіне салып, тоңазытқышқа 20 минутке демалдыруға қоя тұрамыз. Қамыр дайын боламын дегенше біз салмасын дайындаймыз. Бұл үшін сүзбеге жұмыртқаның бір ақ уызын қосамыз. Қант, кішкене ғана ванилин қосамыз. Ванилинді көп қоспаңыздар, өйткені ол кішкене ащы дәм береді. 1 ас қасық ұн және 1 ас қасық қаймақ қосып, барлығын блендермен еземіз. Қамырымыз дайын болды. Енді ұн сеуіп, қамырды жұқартпай жаямыз. Осы көлемдегі қамырдан менде 10 дана сочниктер шықты. Егер көлемін сәл кішірейтіп жасасаңыздар, онда сіздерде 12-14 дана сочниктер шығады. 1 ас қасықтан салмасын салып, 2 жағын сәл қысыңқыраймыз. Сол кезде біздің қамырымыз ашылып кетпейді. Табаға салып, үстіне жұмыртқаның сары уызын жағамыз. Жұмыртқаның сары уызын сүзбеге жақпаңыздар, себебі пісіп жатқан кезде сүзбе қарайып кетеді. 180 градус қызып тұрған пеште 20-25 минут пісіреміз. Мінеке сочниктеріміз әдемі болып пісті. Мен 25 минут пісірдім. Толық суыған соң ғана қант ұнтағын себеміз. Достар, видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көп рецепттер болады. Ас болсын, сау болыңыздар.